жалықпайтын Нұрбек қызы Айдина. Демалыста әкеммен балық аулауға бардым. Демалыстарыңыз қалай өтті? Тамаша өтті. Айдина, сен балықтар туралы не білесің? Балықтардың түрлері өте көп. Қандай түрлері бар? Сазан, сортан, бекіре, жайын. Дұрыс айтасың. Тағы не білесің? Су асты шөптермен, балдырлармен, ұшақ жәндіктермен көріктенеді. Айтасың, Айдина. Ал енді осы балықтардың құрылысымен бүгінгі зертханалық жұмыста танысатын боламыз. Балықты зерттеу маған қызықты болды. Ал енді тәжірибемізді бастайық. Олай болса, қажетті заттармен таныс болайық. Айдина, қажетті заттармен таныстырып өтші. Ол үшін бізге бос ыдыс, балық, пышақ, көзәйнек және микроскоп құрылғысы қажетті. Айдина, балықтың денесі 3 бөліктен тұрады. Басы, кеудесі және құйрығы. Балықтың жұптанау тесігі болады, мына жерінде тыныс алатын. Және 2 көзі, жүзуге арналған қанаттары болады. Денесі қабыршақтардан тұрады. Кәне, Айдина, ұлғайтқыш әйнегімен балықтың жұптанау тесігін қарашы, тыныс алатын. Мына жерде, көрдің бе? Жұптанау тесігі болады. Көзі болады. Көзін көріп тұрсың ба, Айдина? Жұптанау тесігін көрдіңіз бе? Жұптанау тесігі болады, аузы болады, және аузының қасында мұртшалары болады. Мұртшаны көрдің бе? Балықтың жұтқыншақтысы жақсы дамыған болады. Микроскоппен аузын, көзін және жердегі жұптанауын қарап алайық. Көрдің бе? Келесі, не? Айдина, қарашы, балықтың қабыршағы. Қабыршағы үлкен, кейбір балықтардың қабыршағы кішкентай болады. Айдина, енді екеуміз балықтың ішкі құрылысымен танысамыз. Ол үшін арнайы қолғабысты киіп алайық. Айдина, мынау балықтың ішкі құрылысы. Балықтың қаңқасы және ішкі құрылысы жаңа өт, бауыр және балықтың уылдырығы болады. Көзәйнегімен қарай қойшы балықтың ішкі құрылысын. Өті, бауыр, уылдырығы және қабырғасы. Айдина, бұл микроскоп өте ісі ағзалардың көлемін бірнеше есе ұлғайтып көрсетеді. Мен саған қазір балықтың уылдырығын микроскоп арқылы көрсетемін. Айдина, қарай қойшы микроскоппен. Енді маған микроскоппен қарағанда уылдырық саған қандай болып көрінді? Суретін салып берші. Жақсы. Келесі Айдина, балықтың қабыршағын микроскоппен қарай қой. Жақсы. Саған микроскоппен қарағанда қабыршақ қандай болып көрінді? Суретін салып ал. Бүгінгі зерттеу жұмысы саған ұнады ма? Ja, ұнады. Мен бұл зерттеу арқылы балықтың бөліктерімен және ішкі құрылысымен таныстым. Балалар, сондай-ақ балықтың құрамында А, Д, Е дәрумендері бар. Балық көздің көру қабілеті, сүйек пен тістің жағдайын жақсартады. Сол себепті ас мәзірімізге балықты қосуды ұсынамыз. Балалар, бүгінгі зерттеу жұмысымыз сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Дәл осындай зерттеуді сіздер де жасап көрдіңіздер. Ендеше балалар, келесі кездескенше сау болыңыздар.